Ақша бұл сенің табатының емес, бұл сенің өзіңе тартатының деп бір сәтке елестетіп көрші. Бір түрлі естіледі. Қазіргі заманның ең ықпалды нейробиологтарының бірі Джо Диспенза дәл осылай дейді. Ол миды, кванттық физиканы және өз өмірін сананың күшімен сөзбе-сөз қайта бағдарламалаған мыңдаған адамдардың оқиғасын зерттеді. Оның келген тұжырымдарының бірі ақша да, денсаулық, қарым-қатынас сияқты заңдылықтарға бағынады. Барлығы бір нәрседен, сенің ішкі күйіңнен басталады. Бүгін мен сенімен 5 фразамен бөліскім келеді. Бұл жай ғана әдемі сөздер емес. Бұл сенің миыңның ақшаны қабылдауын қайта құруға қабілетті тұжырымдар. Оларды мұқият оқып шық және видеоның соңында пікірлерге қайсысы саған қатты әсер еткенін жаз. Бұл маңызды, өйткені біз айтқан және жазған нәрсе санада әлде қайда күштірек бекиді. Міне олар. Мен молшылық үшін магнитпін. Менің санам бай, сондықтан менің өмірім де бай. Мен жетіспеушілік қорқынышын жіберемін және ақша ағынына ашыламын. Мен молшылыққа лайықтымын, жай ғана бар болғаным үшін. Ақша бұл энергия және мен оны тарта білемін. Өзіңді баурап алған аффирмацияны есте сақта, ал енді бұл мотивациялық плакаттар деңгейінде емес, физика, ми және кванттық өріс деңгейінде неге жұмыс істейтінін түсінейік. Құрметті оқырмандар, біздің арнамызға жазылып, бізді қолдауларыңызды сұраймыз. Алдын ала рахмет. Біз ақшаны қатты, объективті, бізге тәуелсіз нәрсе деп ойлауға дағдыланғанбыз. Қағаз, шоттағы цифр, қалтадағы металл дөңгелек. Бірақ тереңірек ойлансақ, ақшаның өзі ештеңеге тұрмайды. Бұл жай ғана символ, келісім. Біздің қандай құндылық жасайтынымыздың және өзімізден қандай құндылық көретініміздің көрінісі. Джо Диспенза бұл туралы қаржы коучтарының көпшілігіне қарағанда басқаша айтады. Ол ақша табу техникасын үйретпейді. Ол нақты жұмыс әмиянында емес, сенің ішіңде, миыңның нейрондық байланыстарында, күннен күнге бастан кешіретін эмоциялық паттерндерінде жүретінін айтады. Ақша бұл іште болып жатқан нәрсенің көлеңкесі. Көлеңке оны түсіріп тұрған нәрсе өзгергенде ғана өзгереді. Сол себепті екі адам бірдей сыртқы жағдайларда бола алады. Бірдей жалақы, бірдей қала, бірдей мүмкіндіктер, бірақ мүлдем әртүрлі нәтижелерге қол жеткізеді. Мәселе сыртқы нәрседе емес, мәселе адамның бұл мүмкіндіктерді қандай ішкі күймен қарсы алатынында. Қабылдау қиын, бірақ жоққа шығару мүмкін емес факт. Сенің ақша туралы сенімдерің, яғни установка дейміз, сенің қаржылық шындығыңды жасайды. Егер іште бір жерде ақша ауырлықпен келеді деген қондырғы өмір сүрсе, сенің миың бұл қондырғыны қайта-қайта санасыз түрде растайтын болады. Ол кедергілерді байқайды, мүмкіндіктерді ескермейді, қиынырақ жолдарды таңдайды, жай ғана бұл ішкі әлем көрінісіне сәйкес келгендіктен. Ми таңғажайып құрал. Ол не шындық, ал не жай ғана балалық шақтан тамыр тартқан сенім екенін ажыратпайды. Егер бала кезіңде сен ақша бәріне жетпейді, немесе байлар жаман адамдар деген сияқты фразаларды естіген болсаң, бұл қондырғылар ішкі санаға, яғни подсознаниеге жазылып қалды, және сен ересек адам болып, рационалды түрде олармен келіспесең де, жұмысын жалғастыра береді. Диспенза мұны үйреншікті тұлға ұғымы арқылы түсіндіреді. Біз жылдар бойы бірдей ойларды қайталаймыз, бірдей эмоцияларды сезінеміз және белгілі бір сәтте бұл біздің автоматты бағдарламамызға айналады. Қаржылық шындықты өзгерту үшін алдымен ішкі бағдарламаны, яғни жай ғана сөз деңгейінде емес, тән, дене деңгейінде сенетін нәрсеңді өзгерту керек. Осы жерде тоқтап, ашық айту маңызды. Молшылық санасы бұл таңдаулылардың артықшылығы емес. Бұл тек бай отбасында дүниеге келгендерге немесе жолы болғандарға ғана берілетін нәрсе емес. Бұл дағды. Ал кез келген дағдыны дамытуға болады. Сонымен қатар, Диспензаның идеяларына сәйкес, бұл күй әрқайсымыздың ішімізде бұрыннан бар. Біз жай ғана ол туралы ұмытып кеттік. Оны қорқыныш, үрей және үйреншікті жағымсыз ойлар қабаттарының астына көміп тастадық. Міндет жаңа нәрсе жасау емес, еске түсіру, осы қабаттарды алып тастап, өзіміздің табиғи болмысымызға оралу. Бала туралы ойлап көрші. Кішкентай бала жетіспеушілік туралы уайымдамайды. Ол сенім мен қызығушылық күйінде өмір сүреді. Дәл осы күй молшылықтың іргетасы. Жасымыз ұлғайған сайын біз бәріне жетпейді, әр теңге үшін күресу керек. Көп ақша табу үшін жағымпазданып, өтірікші болып, адамдарды алдап, арбап өмір сүру керек
болады деген сенімдермен толсамыз және біртіндеп осы табиғи тоқтық сезімінен байланысты жоғалтамыз. Жақсы жаңалық, бұл күйді практика, саналылық және өз санаңмен жүйелі жұмыс істеу арқылы қайтаруға болады. Ең күшті идеялардың бірі былай естіледі: әрбір адамның ішінде орасан зор байлық жатыр. Банк шоты мағынасында емес, әлеует, идеялар, таланттар, басқа адамдар үшін құндылық жасау қабілеті мағынасында. Мәселе ешқашан айналадағы мүмкіндіктердің жоқтығында емес. Мәселе біз өзіміз оларды байқамауды ерікті түрде таңдайтынымызда. Бұл неге бұлай болды? Өйткені ми бұрыннан бар сенімдерді растайтын нәрсені көруге бапталған. Егер сен мүмкіндіктер жоқ деп сенсең, ми шындықты дәл осы сценарийге сәйкес сүзгілейді, фильтрлейді. Ол сөзбе-сөз мағынада саған үйреншікті әлем көрінісіне сәйкес келмейтін нәрсені көрсетпейді. Бұл баптауды өзгерту диспенса практикаларының негізгі элементтерінің бірі. Адам медитация және денемен жұмыс арқылы өзінің ішкі күйін өзгерткенде, ол бұрын көрмеген нәрселерді нақты мағынада байқай бастайды. Жаңа байланыстар, жаңа идеялар, жаңа жолдар, жаңа жобалар. Әлем өзгергендіктен емес, қабылдау сүзгісі өзгергендіктен. Мұнда біз диспенса жиі сілтеме жасайтын ең қызықты тақырыптардың бірі кванттық физикаға жақындаймыз. Кванттық механиканың негізгі бақылауларының бірі бақылаушы эффектісі деп аталатын нәрсе. Бөлшекті бақылау фактісінің өзі оның мінез құлқына әсер етеді. Ғалымдар мұны әртүрлі түсіндіреді, бірақ диспенса алатын идея былай естіледі: біз назарымызды неге бағыттасақ, ол біздің шындығымызда күштірек көріне бастайды. Егер сен үнемі жетіспеушілікке назар аударсаң, шотты үреймен тексерсең, ұйқыға кетер алдында қарыздар туралы ойласаң, туыстарыңмен тек барлығының қаншалықты қымбат екені туралы сөйлессең, сен дәл осы шындықты нығайтасың. Үрей эмоциясы фокусты бекітеді, ал фокус тәжірибені бекітеді. Және керісінше, егер сен саналы түрде назарыңды молшылыққа бағыттасаң, оның сенің өміріңде қай жерде бар екенін байқасаң, қалаған қаржылық күйіңнің қалай көрінетінін елестетсең, оны тән деңгейінде сезінесің. Сен дәл осы көріністі растайтын көбірек жағдайларды тарта бастайсың. Бұл сиқыр емес, бұл таңдамалы қабылдаудың эмоциялық күймен үйлесімде қалай жұмыс істейтіні. Диспенсаның орталық идеяларының бірі уақытқа қатысты. Ол былай дейді: шын мәнінде тек осы сәт, настоящий момент бар. Өткен шақ бұл естелік, келешек бұл қиял, бірақ тек қазір нүктесі ғана шынайы. Адамдардың көпшілігі өмірін басқа екі өлшемде: өткен шақта өкініштерді, реніштерді, ескі сәтсіздіктерді шайнаумен немесе келешекте әлі болмаған нәрсе туралы үрейленумен өткізеді. Және осы өткен мен келешек арасындағы үнемі шар құруда бір нәрсені өзгертуге болатын жалғыз жер жоғалады: осы сәт. Байлық дәл қазір жасалады. Қарыздардан бір жола құтылған сәтте немесе жаңа лауазымға ие болған кезде емес, дәл қазір, осы секундта бастан кешіруді таңдаған күйің арқылы. Осы жерде болу практикасы диспенсаның басты құралдарының бірі. Назарыңды осы сәтке қайтарғанда, сен келешек туралы үрей мен өткен туралы өкініш шеңберінен шығасың. Және дәл осы кеңістікте нақты өзгерістердің мүмкіндігі пайда болады. Диспенса жиі қайталайды: әлем энергиядан тұрады, және бұл энергияны сана басқарады. Бұл әдемі метафора сияқты естілуі мүмкін, бірақ ол табандылықпен айтады. Бұл метафора емес, бұл физика. Әрбір ой мидағы белгілі бір электрохимиялық реакциямен бірге жүреді. Қайталанатын ойлар орнықты нейрондық байланыстарды қалыптастырады, ал бұл байланыстар өз кезегінде гормоналды фонға, эмоциялық күйге, мінез құлыққа және нәтижесінде сенің қандай шешім қабылдайтыныңа және қандай мүмкіндіктерді байқайтыныңа немесе жіберіп алатыныңа әсер етеді. Егер сенің ақша туралы үйреншікті ойларың үрейге, сенімсіздікке, жеткіліксіздік сезіміне толы болса, сенің денең стресс күйінде өмір сүреді. Ал созылмалы стресс күйінде ми физиологиялық тұрғыдан жаңа мүмкіндіктерді көруге қабілетсіз. Ол шығармашылықпен және стратегиялық ойлаумен емес, аман қалумен айналысады. Ойларыңның сапасын өзгерткенде, үрейден сабырлы сенімділікке, жетіспеушілік сезімінен тоқтық сезіміне өткенде, физиология да өзгереді. Ал физиологияның соңынан шешімдер, әрекеттер және ақыр соңында нәтижелер өзгереді.
Изобилия тақырыбын зерттейтін барлық дерлік адамдар айтатын парадокстардың бірі: неғұрлым көп берсең, саған соғұрлым көп қайтады. Алғашқы көзқарасты бұл логикаға қайшы келеді. Беріп отырып қалай байып кетуге болады. Бірақ ішкі механизмге мұқият қарасақ, бәрі түсінікті болады. Сараңдық бұл жетіспеушілік қорқынышына негізделген күй. Адам тіпті аз нәрсені беруден қорыққанда, ол энергетикалық және психологиялық деңгейде менде онсыз да аз, мен мұны өзіме рұқсат ете алмаймын деген сенімді таратады. Және бұл сенім біз айтқандай адам сенетін шындықты нығайтады. Жомарттық қарама-қарсы бағытта жұмыс істейді. Уақытты, білімді, ақшаны, назарды берген кезде сен іштей өзіңе растайсың: мен бөлісетіндей жеткілікті. Бұл жетіспеушілік емес, тоқтық, яғни достатық күйі. Және берілген ақшаның сомасы емес, дәл осы күй саған қарай молшылық ағынын ашады. Әңгіме соңғы нәрсені тарату туралы емес, әңгіме қорқынышпен жабысып қалудың қарама-қарсысы, ішкі жомарттық күйі туралы. Алғыс айту байлықты жеделдетеді. Алғыс айту жай ғана жағымды эмоция, өмірге айтылған сыпайы рахмет сияқты көрінуі мүмкін, бірақ сана жұмысы тұрғысынан бұл трансформацияның ең күшті құралдарының бірі. Сенің өміріңде бұрыннан бар нәрселер үшін шын жүректен алғыс сезімін бастан кешіргенде, сен миға айқын сигнал жібересің: менде жеткілікті. Бұл күй жетіспеушілік пен үрей күйіне тікелей қарама-қарсы. Және Диспензаның бақылауы бойынша, дәл осы күй адамның алғыс айтуға көбірек себептерді тарта бастайтын жағдайларын жасайды. Бұл эмоциялық жаттығудың бір түрі сияқты жұмыс істейді. Дәл қазір не үшін алғыс айта алатыныңды байқай баста. Басыңдағы баспана үшін, бұл видеоны көру мүмкіндігі үшін, жаныңдағы адамдар үшін, өмір сүрген күн үшін. Алғыс сезімін сезіну үшін миллионер болуды күтпе. Бұл күйді қазірден бастап аванспен сезіне баста және айналаңда болып жатқан нәрселерді қабылдауың біртіндеп қалай өзгергенін байқа. Сананы өзгертсе, байлықтан қашып құтылу мүмкін емес. Мистика. Тылсым дүниені де жоққа шығармайық, бірақ нейробиологияны да естен шығармайық. Ақыр соңында біз мынаған келеміз: адамның ішінде орнықты молшылық санасы қалыптасқанда, видеоны көргеннен кейінгі бір реттік мотивациялық жарқыл емес, күннен күнге қайталанатын терең ішкі баптау, табыс пен ақша бұл адамды өздері таба бастайды, сырттай көрінетін күш-жігерсіз. Бұл әрекеттер маңызды болуын тоқтатады дегенді білдірмейді. Олай ойлау аңғалдық болар еді. Әрекеттер бұрынғысынша қажет болып қала береді. Үйрену, байқап көру, қателесу, қайтадан байқап көру. Бірақ олардың сапасы түбегейлі өзгереді. Молшылық санасы бар адам қорқыныш пен дәрменсіздіктен емес, сабырлылық пен ішкі сенімділіктен әрекет етеді. Ол бұрын назарынан тыс қалған мүмкіндіктерді байқайды. Ол шешімді таусылмайтын күмәнсіз, тезірек және сенімдірек қабылдайды. Ол бұрын қолжетімсіз немесе басқа біреу үшін бар сияқты, бірақ өз үшін емес сияқты көрінген адамдар мен жағдайларды тартады. Бұл Джо Диспензаның әртүрлі тұжырымдармен қайта-қайта жеткізетін басты ойы. Сен ақшаның соңынан жүгірмейсің, ақша саған келеді, бірақ ол үшін алдымен ақша кездейсоқ сәттілік немесе қажымас күрестің нәтижесі емес, табиғи, органикалық құбылыс болатын адамға айналу керек. Өз күйіңді бүгіннен бастап қалай өзгертуге болады? Егер оларды нақты, мейлі кішкентай болса да күнделікті әрекеттерге көшірмесе, біз айтқан барлық идеялар жай ғана әдемі сөздер болып қала береді. Міне арнайы жабдықтар мен ерекше жағдайларды қажет етпей-ақ, бүгіннен бастауға болатын бірнеше қарапайым қадамдар. Ойлар ағынының алдындағы таңертеңгі үзіліс. Телефонды қолға алып, жаңалықтар мен хабарландыруларға сүңгімес бұрын, өзіңе 2-3 минут тыныштық бер. Жай ғана демал және денеңді бақыла. Бұл қарапайым әрекет фондық стресс деңгейін төмендетеді және саналы күн үшін кеңістік жасайды. Ұйқыға кетер алдындағы алғыс практикасы. Әр кеш сайын күннің шын жүректен алғыс айта алатын 3 сәтін еске түсір. Формалды емес, нақты сезіммен. Бұл назар фокусын жетіспеушіліктен тоқтыққа қайта бағыттайды. Ақша туралы ойлағандағы дене сезімдерімен жұмыс. Ақша туралы ойлағанда денеңде не болып жатқанын байқа. Ішің түйіле ме, иығың ширыға ма, тынысың жиілей ме? Мұны жай ғана байқаудың өзі үлкен қадам. Саналылық үйреншікті реакцияның автоматизмін бұзады. Тек бейнелермен емес, сезіммен визуализациялау. Қалаған нәтиженің суретін елестету жеткіліксіз. Бұл бұрыннан болып жатқандай сезінуге тырысу маңызды.
денедегі сабырлылық, сенімділік, жеңілдік сезімі. Дәл бейне емес, эмоция ішкі санамен оның тілінде сөйлеседі. Аффирмацияларды жүйелі түрде қайталау. Видеоның басында айтқандарымызды формалды ритуал ретінде емес, айтылғанды сезінуге деген нақты ниетпен. 10 фразаны механикалық түрде айтқаннан гөрі, бір фразаны баяу және сезіммен айтқан артығырақ. Қаржылық шындықты өзгерту — бұл көбірек сағат жұмыс істеу, немесе басқалардың бәрі неге екені белгісіз, жіберіп алған қандай да бір сиқырлы техниканы табу туралы емес. Бұл біртіндеп, қадам-қадаммен іштей басқа адамға айналу туралы. Жетіспеушілік пен үрей күйінен емес, молшылық күйінен ойлайтын, сезетін және әрекет ететін адамға. Бұл бір күннің және таңертең айтылған бір аффирмацияның жолы емес. Бұл денені спорт залында жаттықтыру сияқты күнделікті жүйелі практика. Тек мұнда сана жаттығады және спорттағы сияқты нәтижелер бірден келмейді, бірақ егер жолдың ортасында тастап кетпесең, міндетті түрде келеді. Ең басында мен айтқан аффирмацияны есіңе түсір, саған бәрінен де қатты әсер еткенін ұмытып қалмай тұрғанда пікірге, яғни комментарийге жаз. Бұл қарапайым әрекет жаңа күйді сана деңгейінде бекітуге жасалған алғашқы кішкентай қадам. Сонымен қатар бұл видеодағы қай идея дәл саған жақынырақ болғанын білу мүмкіндігі. Және егер бұл тақырып сенің ішіңде үн қатса, каналға жазылуды ұмытпа. Алда санамен, эмоциялармен және назармен жұмыс істеу арқылы өз шындығыңды қалай өзгертуге болатыны туралы көптеген материалдар бар. Егер бұл видео пайдалы болса, лайк бас. Бұл каналдың өсуіне және осындай контентті көбірек адамдармен бөлісуге нақты көмектеседі. Нұрлы Voice, келесі видеода кездескенше.